Телегөпірден соң президент Нұрсұлтан Назарбаев дәстүр бойынша алтын сапа және парыз сыйлықтарының лауреаттарын марапаттады. Алтын сапа сыйлығының елбасы жарлығымен тағайындалғанына биыл 10 жыл толып отыр. Әлемдік тәжірибеде кең тараған мұндай марапаттың мақсаты елде өндірілетін тауар мен көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру. Бұл мұрат Қазақстан үшін де маңызды. Ал парыз сыйлығының тапсырылып келе жатқанына 8 жыл. Ол әлеумет алдындағы жауапкершілік туын жоғары ұстағандарға табысталады. Ал биылғы марапаттау рәсімінің бір ерекшелігі Ұлы Дала брендінің белгісі тапсырылды. Сонымен 600-ден астам кәсіпорын бақ сынаған байқауда кімдер жеңімпаз атанды? Президенттің алтын сапа парыз сыйлықтары екінің біріне бұйыра беретін марапат емес. Өндірген тауары халықтың көңілінен шыққан кәсіпорындар ғана алады оны. Биыл таңдаулар қатары тағы 42 мекемемен толықты. Алтын сапаның үздік индустриалдық жоба аталымының бас жүлдесін Атырау мұнаймаш зауыты жеңіп алды. Сыйлықты жеңімпаздарға елбасы өз қолымен табыстады. Қазақстанның экономикасы даму үшін, Қазақстан жаңағы 30 мемлекеттер атағы белгілі мемлекеттерге кіру үшін ең бірінші әрине индустриялық экономикасы мықты болу керек. Елбасының қолдауыменен даму банкінің кредитіне ие болдық. Әрине біздің істеп жатқан жұмысымызға осындай жоғары баға бергені мен үшін бақыттымын. Ал бизнестің жауапкершілігін арттыруға бағытталған парыз байқауында 500-ден астам кәсіпорын бақ сынаған. Олар еңбекті қорғау, ұжымдық келісім, әлеуметтік жауапкершілік және экологияға қосқан үлесі бойынша марапатталды. Батыс Қазақстандағы Тасқала Аққу серіктестігінің игіліктісіне жергілікті жұрттың айтар алғысы зор. Мекеме қараусыз қалған 2 гектарлық бақты қалпына келтіріп, қазір тұтас аудан халқын арзан бағадағы жеміс-жидекпен қамтып отыр. 2 гектар жерім бар, сонда дейтін бұрынғы алмағаш сат болды. Бұрыннан сол дейтін 15-20 жыл ессіз қалды. Соны көтеріп, соны 300-500 алмағашсай қарбоз, қауын, свекла, морковь, картоп, соның барында егеміз. Бірлік асыл тұқымды Еділбай қойын өсірумен айналысатын еліміздегі ең ірі шаруашылықтың бірі. 90 жылдары шаруашылықтар түгел тоқырауға түскен тұста қолынан іс келетін ауыл азаматтары асыл тұқымды мал басын сақтап қалды. Шаруа қожалығының иелігіндегі қой саны қазір 17 мыңға жетті. 14 облыстан бөлек көршілес елдерге ет экспорттайды. Шаруашылық үздік ұжымдық шарт номинациясы бойынша парыз сыйлығын жеңіп алды. Осы ауылдың әлеуметтік жағдайын, қала берді біздің қызметкерлердің әлеуметтік жұмыс шаруаларын жақсы шешкеніміз үшін, соған көп қаржы қарағанымыз үшін жеңімпаз атандық. Биыл алтын сапа сыйлығы жаңа номинациямен толықты. Елбасының жарлығымен тұңғыш рет үздік ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін кәсіпорын марапатталды. Бұл аталым оңтүстік қазақстандық Ордабасы құс фабрикасына бұйырды. Кәсіпорын жылына 10 мың тоннаға жоқ күрке тауық етін өндіреді. Алыс жақын шетелге экспортталатын құс етінің 40% осы мекеменің өнімі. 400 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бүгінгі күні 85-тен астам бізде өнім түрі шығады күрке тауық етінен. Шұжыққа дейін және де мынау деликатес дейді ғой, дәмдеттерге дейінгі өнімдердің бәрін біз терең өтіп шығарамыз. Алдағы кезде де біз осы жұмыс орнын тағы да көбейте отырып, тәуелсіз еліміздің экономикасын нығайтуға ары қарай да атсалысамыз деп сендіремін. Ақтөбедегі жаңа Әлжан диірмен комбинатының тарихы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастау алады. Жоғары технологиялық диірмен кешені 25 жылдан бері жоғары сортты ұн және макарон өнімдерін шығарып келеді. Мекеме күніне 550 тонна ұн, жылына 12 мың тонна макарон өнімін шығаруға қауқарлы. Өткен жылдан бастап Гранум сауда маркасымен макарон өндіруді қолға алды. Қазір бұл макарон түрі ел аумағынан бөлек Орта Азия, Кавказ, Ауғанстан және Ресей нарығында сатылады. Кәсіпорын Атамекен кәсіпкерлер палатасы тағайындаған іскер сыйлығын алған 10 кәсіпорынның қатарынан табылды. Бұл біз үшін тосын сый болды. Еңбегіміздің еленгеніне қуанып тұрмын. Қазір елімізде тамақ өндірісі мен өңдеуші өнеркәсіпке көп көңіл бөлініп отыр. Зор мүмкіндіктер жасалуда. Осыны пайдаланып, кәсіпорындарымыздың көлемін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Әлемде сапаға берілетін 70-тей сыйлық түрі бар. Оның тарихы 1880 жылдардан басталады. Ал Қазақстан президентінің алтын сапа сыйлығы 2006 жылдан, парыз 2008 жылдан беріле бастады. Ал биылдан бастап Ұлы Дала елі бренді тағайындалды. Енді әлем жұрты біздің отандық өнімдерімізді осы брендпен таниды. Алайда бұл кез келген кәсіпкерге берілетін бренд емес. Біріншіден, шикізаттың 50% қазақстандық болуы, әрі экспорттағы еншісі 30%-дан аз болмауы шарт. Екіншіден, бағаның сапаға сай болған
сапаны қатаң қадағаланды. Үшіншіден, тауардың халық арасындағы танымалдылық ескерілді. Кентау трансформатор зауыты, Қайнар мырыш аккумуляторлар шығару зауыты және Рахат кондитерлік фабрикасы қазақстандық өнімнің бет бейнесін танытатын жүлдені иеленді. Ұлы дала ел эмблемасына лайық деп танылған келесі компания Рахат акционерлік қоғамы, Алматы қаласы. Рахат Қазақстанның жетекші кондитерлік кәсіпорындарының бірі. Парыз, алтын сапа, ұлы дала елі, іскер. Ел игілігіне еңбек етіп жүргендер үшін қай-қайсы да ерекше құрмет. Өйткені бұл қазақстандық бренд атағына бастайтын алғашқы қадам. Бұл нарық көшбасшыларының қатарына қосылуға зор мүмкіндік және бизнестің бұқара алдындағы жауапкершілігін арттырудың басты тетігі. Шынар Асанқызы, Дидар Елеуов, Апта-кезет.